Бөлімнен әр алған, маман көп саналуан, политехтен ұшқан. Өміріміз мәнді, жастарымыз сәнді, шырқап айта мәнді. Қанекей қосылғын, тұрмашы бос қатым, шырқайыққа не достарым. Қызықты күндерде, ғажайып сәттерде, тек политехпен бірге. Арманға, алға қарай самға, политех жасыма талма. Политех жаңа ғасыр ордасы, өмірдің тапарнасы. Ән салды, өзгелер тамсанды, ұстаздарым ой салды. Аялайтын бәрін ұстазым қорғаным, алғысымды арнадым. Елімнің даласында, армаман саласында, политех жетер дара шынға. Қызықты күндерде, ғажайып сәттерде, тек политехпен бірге. Арманға, алға қарай самға, политех жасыма талма. Политех жаңа ғасыр ордасы, өмірдің тапарнасы. Көшбасшымыз мұнда төсеп үлген сынға, жеткізетін биік шыңдарға. Жаулайтын жандарды атың болсын мәңгі, өзіңе арнадым бұл әнді. Ей, қане қолы соқ, оқитын бізде мамандық көп. IT техник ревизор боп, ақпарат қорғайтын студент көп. Өмір берген сынақ көпке, мүмкіндік өміріне бөлектеме деген сенім жүректерде орын алған. Арпысызы елдің болашағын көркейтіп, рухын биікке көтерген, тарихы терең тағылымды білім ордасы Алматы мемлекеттік политехникалық колледждің 80 жылдық мерейтойына арналған мерекелік кешке қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда колледж қабырғасында республикамыздың түпкір-түпкірінен 1507 студент, оның ішінде 198 студент жұмысшы мамандығы, 171 студент нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша білім алуда. 150-ге жуық білікті ұстаздар қызмет етеді. Осы жерде атап кетсек, 2015 жыл және 2018 жыл республикамыздың жыл ұстаздары және ондаған қалалық республикалық конкурстардың жүлдегерлері қызмет атқарады. Олай болса, салтанатты кешіміздің ашылу алғы сөзін колледжіміздің директоры Омарбеков Медет Әсетұлына береміз. Құрметті қонақтар және колледж ұжымы, әрбір білім ордасының өзіндік жүріп өткен жолы бар. Алматы қаласындағы 80 жылдық тарихымен ерекшеленетін оқу орындарының бірі Алматы мемлекеттік политехникалық колледж мерейтойына қош келдіңіздер. 80 жыл бұл тарихи сәт, кәсіби құзыретті интеллектуалды тұлға дайындайтын білім мен тәрбиенің қара шаңырағына айналған колледжіміздің тарихи ғасырға жуық уақытты қамтиды. Оқу орны бірнеше жыл қатарынан Алматы қаласының үздік колледжі мәртебесіне ие болып келеді. Осы қол жеткізген жетістіктерге өз үлестерін қосып, тәжірибелерімен бөліскен Нүсіпбеков Серік Имансерікұлы, Сазанбаева Арахан Алтаевна, Усимбаева Муслима Қойшыбаевна, Сүлейменов Сетбек Тоқтамұратұлы, Тайтулеев Толеғали Мұхамеджан, ұлы Бозымбаев Болатжан Даулетұлы, Сұлтанғалиева Алима Нұрғалиевна, Молдақұлова Мафура Қаршығақызына және тағы басқа ардагерлер мен ұстаздарымыздың еңбектері зор. Бүгінгі таңда колледжімізде 7 мамандық, 11 біліктілік
бойынша білім алып жатқан 1000 астам студенттерге заманы жабдықталған оқу аудиториялары, өндірістік оқу шеберханалары, зертханалары, оқу залы, кітап қоры өте бай кітапхана, спорт залы мен жазғы спорт алаңына студенттерге сапалы білім берумен қатар қызықты студенттік өмір сыйлап келеді. Біз 21 ғасырда еңбек етіп жатырмыз. Уақыт біздің бір-бірімізге ұқсамауымызға, қоршаған ортаны бағалауға және қазіргі жағдайда заманы инновациялық технологияларды меңгерген толыққанды еңбек ете алатын маман болуымызды талап етеді. Осы орайда біздің педагогтарымыз жыл сайын қалалық республикалық байқауларда өздерін таныта білуде. Атап айтатын болсақ, Туртаева Капизат Долдашина, Малика Маржан Сабыровна, Дүйсенбаева Асия Маманжановна, Ахметова Алмагуль Апетаевна, Косирова Нағашкүл Макеновна. Расында да ұстаз еңбегі шәкіртімен көркем ғой. Колледж студенттері жыл сайын WorldSkills аймақтық, қалалық, республикалық чемпионаттарда жеңімпаз атанып келеді. Осы білім ордасынан шыққан түлектердің республикамыздың әрбір аймақтарында жемісті еңбек етіп, егеменді еліміздің экономикасының дамуына үлестерін қосып жүргендер мақтанышпен айта аламыз. Колледж ұжымы 80 жылдық мерейтойын жаңа күш-жігер мен шығармашылық шабытпен еңбек етуге ерекше ықыласпен қарсы алуда. Сондай-ақ бұл мерейтой жемісті еңбек етуге және үздіктердің үздігі болу үшін алға жылжуға деген тағы да бір серпіліс. Колледж ұжымын студенттерді, қонақтарды, ата-аналарды, түлектерді 80 жылдық мерейтоймен құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, елімізге бейбітшілік, жастарға жарқын болашақ тілеймін. Дорогие гости, уважаемые гости, коллеги, друзья, разрешите поздравить нас с 80-летием Политехнического колледжа, с 80-летием профтехобразования. Хотелось бы выразить присутствующим огромную благодарность за то, что вы разделяете с нами вот такой прекрасный праздник. Хотелось бы огромное спасибо сказать нашим ветеранам, людям, благодаря кому этот колледж состоялся, благодаря кому этот колледж существует, на плечах которого мы стоим. Мы хотели, конечно, этот юбилей отметить более по-другому, но пандемия она скорректировала, и в таком онлайн-режиме она проходит. Всем огромное спасибо. Хочу пожелать вам, присутствующим всем гостям, коллегам, друзьям, прежде всего крепкого здоровья, творческих успехов, удачи везде и во всем. Спасибо большое. Рахмет, Медет Әсетұлы. Құрметті қонақтар, бүгін мерекелік кеш. Осы мерекелік кешімізге арнайы келіп отырған қонағымыз, Политех колледжінің тұңғыш директоры, аса құрметті қонағымыз, колледждің құрметті қызметкері Нүсіпбеков Серік Имасерікұлына сөз берген. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар. Мына бүгін шынында да мен үшін ғана емес, бүкіл политехқа жақын араласып, политехқа атсалысып, осындай политехтің жеткен жетістіктеріне көп қызмет еткен азаматтар мен азаматшалардың барлығының мерейтойы. Әрине, бұл мерейтой мына індет болмайтұғын болса, көпшілікке белгілі өткен 50-60-70 жылдық мерейтойлар сияқты керемет болып өтер еді. Дегенмен де мынау енді Алланың жазғаны болғандықтан осы пандемияның қырсығынан барлығымызда мінекей онлайн режимде өткізіп жатырмыз. Сол себептен бұндай да жағдайларды барлығымыз көрдік. Сол себептен мен бүгін құрметті ұстаздар, барлықтарыңызды, ата-аналарды, шәкірттерді қауымын, жанашыр көпшілік политехқа, сіздердің барлықтарыңыздың политехтің 80 жылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Еңбектеріңіз жанып, дендеріңіз сау болып, осындай отанымыздың тыныштығын, отбасымыздың береке бірлігін тілегім келіп отыр. Енді политех туралы айтатын болсақ, көп айтуға да болар еді. Политехтің жеткен жетістіктерінің барлығын көріп жүрміз, естіп жүрміз, біліп жүрміз. Осының жеткен жетістіктің барлығы ұстаздардың арқасында. Бүгін мінекей жаңа политехникалық колледждің төрағасы Медет бауырымыз атап өтті ғой. Жаңағы политехта бұрынғы менімен бірге істеген Төлеуғали Мұхамеджановичті, Сейітбек Тоқтамұратовичті, Болатжан Дәулетовичті, басқа да мінекей бізбен бірге Райхан Әлтаевна біздің барлықтарының еңбектері өте зор. Өте жақсы айтып кеттің. Осындай мінекей табысқа жете беріңіздер. Балаларыңыз
сұранысы көп болсын, біздің мінекей осындай індеттің өршіп тұрған жағдайында дендеріңе саулық тілеймін. Әр уақытта политехті біз биіктен көрейік. Рахмет. Рахмет, Сергей Материкұлы. Қадірменді қонақтар, мерейтойымызға Білім және ғылым министрлігінің техникалық және кәсіптік білім беру департаментінің директорының орынбасары, аса құрметті қонағымыз Жүнісов Ернат Ғапулұлына құттықтау сөз беріледі. Рахмет, құрметті қонақтар, құрметті бүгінгі Алматы политехникалық колледжінің ұжымы. Енді жалпы айтатын болсақ, осы кино жүйелерін жөндеу, қалпына келтіру жұмыстарымен айналысатын мамандарды даярлайтын ең алғашқы рет 1940 жылы құрылған Алматы қаласындағы белді оқу орындарының бірі, қазіргі Алматы политехникалық колледжіне биыл 80 жыл толып отыр. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің атынан сіздерді осы 80 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ғасырға жуық тарихы бар оқу ордасының бүгінгі күні тұғыры бекем, еңсесі биік, жаңағы ағаларымыз осы туралы айтып өтті. 80 жыл мерзім ішінде осы кинематография, машина жасау, ақпараттық коммуникативті технологиялар саласында 50 мыңнан астам білікті мамандар даярлап шығарды. Осы мамандарда қазір кезде осы салада үлкен зор еңбек жасауда. Колледждің даму кезеңдері негізінен біздің мемлекетіміздің қалыптасу кезеңдерімен тығыз ұштасып келеді. Оқу орны білім сапасын үнемі жақсартып, мамандар даярлауда еңбек нарығының талабына сай бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда. Бүгінгі күні бізде осы Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі республикамыздағы ең беделді оқу әдістемелік орталықтарының бірі болып табылады. Колледж оқытушыларының озық тәжірибелері мен әдістемелерін меңгергеннің арқасында бүгінгі күні 10-нан астам оқу бағдарламалары мен IT саласы бойынша оқу бағдарламалары мен оқу құралдары әзірленді. Сонымен бірге былтырғы жылы бізді Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі жас маман жобасына қатысып, 3 мамандық бойынша колледждің оқу өндірістік базасын жаңғыртуда. Келешекте біз ойлаймыз, осы колледж бәсекеге қабілетті кадрлар даярлайтын үлкен құзыреттілік орталығына айналады деп. Колледж Алматы қаласындағы көптеген өндірістік оқудармен тығыз байланыс, өндірістік кәсіпорындармен тығыз байланыста. Сондықтан да бүгінгі күні колледжді біз республикамыздағы дуалды оқыту жүйесін енгізудің базалық алаңы ретінде көріп отырмыз. Білім ордасының келешекте де білікті маман даярлау орталық ретінде азаматтық ұстанымы жоғары жаңа буын қалыптастыру ісін жалғастыра беретініне біз шын сенеміз. Сондықтан да құрметті әріптестер, құрметті колледж ұжымы, ұлағатты ұстаздар, шәкірттер, сіздерге біріншіден денсаулық, еңбектеріңізге табыс, шәкірттеріңізде оқуда жетістіктер, және оқу орнына жаңа бастамалар тілейміз. Дендеріңіз сау болсын, тек қана аманшылықта, жақсылықта жүздесе берейік. Рахмет. Сізге рахмет, Ернат Ғапулұлы. Республикамыздың білім беру жүйесінде өзіндік орны бар. Тамырын тереңнен алған білім ордасының 80 жылдық тойына ортақтасуға, техникалық және кәсіптік білім беру саласының негізін қалаушылардың бірі, Алматы қаласы колледждер қауымдастығының президенті Айзханов Жантілеу Нұршаевич қатысып отыр. Жауын менен жел көгерер, ата менен ел көгерер демекші. Келесі құттықтау сөзін Жантілеу Нұршаевичке берді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мынау бүгінгі торқалы тойға шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді жүздесіп, құшақтасып, бауырымызға қыспасақ та, осы экран арқылы сіздердің жүздеріңізді көріп, амандық саулықтарыңызды өз көзіме жетіп, сіздердің барлықтарыңызға Алла Тағала осы тойдан тойға жете беріңіздер демекшімін. Мынау өмірде өтіп бара жатқанына адам таңғалады. Осы политехникалық колледж мінекей бүгін уже 80 жылдығын тойлап отыр. Бұл біздің Алматы қаласындағы емес, бүкіл республикадағы үлкен қара шаңырақтардың
алдыңғы орыннан алатын оқу орны. Бұл Қарашаңғарақ 50 жыл кеңес үкіметі кезінде қызмет жасады. Кеңес үкіметі кезінде бұл колледжде средний машиностроительный деген специалистермен дайындайтын мамандықтар бар. Ол деген средний машиностроение деген, егерде оны тура түсінетін болсақ, ол мынау қару-жарақ жасайтын заводтарға маман даярлайтын. Енді мінекей қазір, Құдайға шүкір, егемендігімізді алғалы бері 30 жылдан бері бұл колледж мінекей егеменді елімізге қызмет жасап келе жатыр. Оның барлығын айтып отырғаным, осы шаңырақ біздің елімізге жай ғана маман емес, жұмысшы маман деген емес, интеллектуалды азаматтар дайындап отыр. Бүгінгі мінекей мынау болып жатқан торқалы тойда қатынасып отырған осында азаматтардың барлығы бірдей осы колледждің үлкен жолында қызмет істеген азаматтар. Жаңа Серік Иман Серікшті көріп отырмын осында, Төлеуғалиді көріп отырмын, Анжеда Сейітбекті көріп отырмын. Енді осылардың барлығының қасында жүрген азаматтардың барлығы осы политехникалық колледждің туын тігіп, білім шырағын жаққан азаматтар. Сол білім шырағын ары қарай жалғастырып келе жатқан Медет әсет айналайын сізге, сіз бастап отырған ұжымға, осы ұжымның бүгінгісі емес, ертеңіне қажымай еңбек жасап келе жатқан еңбектердің жаны берсін айналайын. Сіздің коллективте біздің мемлекеттің майталман азаматтары қызмет жасап жатыр. Бүгінгі күні 15-16-ға кәмелетке толмаған балаларға мамандықпен бірге үлкен азаматтық тәлім тәрбие беріп отырсыздар. Қазақтың азаматын жасау, қазақтың білімді, интеллектуалды азаматын жасау, ол сіздердің үлкен борыштарыңыз екенін өздеріңіз жақсы түсінесіздер. Соған сіздердің істеп жатқан істеріңізге, соған жетіп жатқан жетістіктеріңізге біз өзіміз сыртта жүрсек те қуанып, әр уақытта жаңағы баласы көкпар шапса, анасы тақымын қысып отырады дейді. Сол сылда мінекей политехникалық колледждің аты шықса, өзіміз қуанып, тақымымыз қысып отырамыз. Жетіп жатқан жетістіктерің айналайын есе салмай. Жеткілікті. Бірақ та талапқа сай, әлде болса үлкен істер туралдарыңызда. Сол үлкен істерге қажымаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Коллективте ынтымақ, береке еш уақытта кетпесін. Бұл коллектив әр уақытта өзінің ынтымағымен, берекелігімен, ізденісімен көзге түсіп жүрген коллектив. Сондықтан Медет айналып кетейін мінекей. Отбасында әр уақытта береке болсын, шаңырақта ынтымақ болсын, елімізде бейбітшілік заман болсын, азаматтарымыз аман болып, еліміздің алдыға қойған мақсатына жете берейік. Әр түрлі жағдайларда біз сізбен біргеміз. Сау болыңдар айналайын. Рахмет, Жантілеу Нұршайевич. Сіздің алтындай уақыт бөліп біздің мерекелік іс-шараға қатысқаныңызға сізге мың алғыс. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Олай болса, бұлақтан кіріп бойдалар әсемән мен тәптігі демекші колледжіміздің студенті Амангелдиев Рауанның орындауында адай күйін қабыл алыңыздар.
бизнестің негізінде кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдай қалыптастыратын, колледжіміздің дуалды оқыту жүйесімен кәсіпкерлік негіздерінде бақылайтын Атамекен кәсіпкерлер палатасының директоры Қошмамбетов Айтуар Асқаровичке құттықтау сөз ұсынылады. Құрметті Медет Әсетұлы, оқытушылар, ардагер ұстаздар және студенттер. Алматы қаласы кәсіпкерлер палатасы және жеке өз атымнан 80 жылдық тарихы бар Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің ұжымын бүгінгі мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі таңда сіздердің арқаларыңызда егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағы ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, еліміздің гүлденуіне үлес қосатын саналы азамат ретінде тәрбиеленуде. Республикамызда политехникалық колледж біліктілігі жоғары IT мамандарды дариялау жүйесін бірегей үлес қосып жатыр. Жұмыс істеп тұрған беделді білім беру мекемесі мәртебесіне ие болды. Экономиканы шарықтап тұрған уақытында колледж Қазақстан Республикасының үздік колледжерінің қатарына енді. Бұл дегеніміз мемлекет тарапынан берілген үлкен сенім деп білемін. Сіздер тәрбиелеген колледж студенттері білім ордасында жүрген уақыттан бастап жұмыс істеп, сондай-ақ жоғарғы білікті IT компаниялардан тағылымдамадан өтуде. Мұндай еңбекқор шәкірттер еліміздің IT саласының дамуына үлкен үлес қосады деген сенімдеміз. Өздеріңізге белгілі, Алматы қаласының кәсіпкерлер палатасы колледжермен тығыз байланыста жұмыс атқарып жатыр. Колледж дуалды оқуды қағидаты бойынша 2017 жылдан бастап жұмыс істеуде. Дуалды оқудың жол картасы жүзеге асыру мақсатында колледжде қазіргі таңда 125 адам қамтылды. Оның осы уақыт ішінде колледж дуалды оқу бойынша 22 түлек шығарылды. Бүгінде олардың көпшілігі жұмыспен қамтамасыз етіліп, жемісті істер атқаруда. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен 2019 жылдан бастап жастардың кәсіпкерлік белсенділігін ынталандыру мақсатында колледждерде кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәнін енгізу жобасы іске асырылуда. Жоғары аталған пәнді пилоттық енгізу осы колледжде де жүзеге асырылды. 2019 жылдың қыркүйек-желтоқсан айларында 149 оқушыны қамтитын кәсіпкерлік негізгі факультативті курсы өткізілді. Биыл аталған пән бойынша 300-ге жуық студент білім алуда. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, палата тарапынан сізге алғыс хат табыстап, сізді және сіз басқарып отырған ұжымды құттықтағым келеді. Және дуалды білім жүйесін дамытуға қосқан зор үлесіңіз үшін, сондай-ақ бизнес үшін кадрлар дариялау жүйесін жаңғыртуға белсенді қатысқан үшін алғыс білдіремін. Оларды мұрасы да, мұраты да, атақ даңқы да, мерейтойы да кейінге үлгі. Ал үлгіге қарап ұрпақ өседі деп саналы ұлтжан ұрпағыма сеніммен қараған елбасының үміті де, сенімі де әрқашан ақталып, қазақ елімнің мерейі көкте ғана самғайтын сендім. Сіздерге бұдан әрі еңбекке жемістер, алға қойған мақсаттарыңыз жетулеріңізді тілеймін. Шын жүректен тілеймін. Құттықтаймын тағы да. Рахмет. Айтуар Асқарович, жылы лебіздеріңізбен сізге де мың алғыс. Олай болса, колледж жанашыры, техникалық және кәсіптік білім беру саласына қосқан үлесі зор, кәсіби білім беру ұйымдары және жұмыс беруші қоғам одағының өкілі, қамқоршы кеңесінің төрайымы Зин Мира Михайловнаға құттықтау сөзі беріледі. Құрметті әріптестер, құрметті қауым, уважаемые коллеги, я очень рада сегодня разделить наш праздник. Я действительно говорю, это наш праздник. 80 лет Алматинскому политехническому колледжу. 80 лет системы ТИПО. То есть колледж является ровесником системы подготовки кадров среднего звена и квалифицированных рабочих. Может быть, для истории 80 лет – это и небольшие годы. Но если считать, что сделано, как была создана целая плеяда замечательных специалистов, тысячи и тысячи специалистов выпускает Алматинский политехнический колледж. Он всегда был флагманом своей отрасли. Не только в системе ТИПО, но и флагман отраслей IT-технологий, цифровых технологий.
И это только потому, что колледжу повезло с его руководителями, с его замечательным, творческим, работающим коллективом. Каждый из вас сделал все от себя зависящее, чтобы держать марку политеха, чтобы каждый стремился получить образование в политехническом колледже. А самое главное, чтобы стать здесь личностью, чтобы найти себя в этой жизни. Да, сегодня вся страна, да и весь мир переживает очень непростые времена. Пандемия, она поменяла многое, честно говоря, поменяла и даже какие-то отношения, трудовые отношения, там, политические, но она не меняет только одного. Оно не меняет души и сердца людей, которые любят всем сердцем, всем душой систему подготовки кадров. Я хочу вам всем сказать огромное спасибо за все, что вы делаете. Политехнический колледж – это колледж не только, который выпускает специалистов нужные отраслям, но это колледж, который является примером того, каким должны быть колледжи сегодня. Потому что занимать такую нишу, цифровые технологии, и постоянно ее, так сказать, поднимать все выше и выше эту планку, это многого стоит. Поэтому огромное спасибо вам. Я обращаюсь и к коллективу, и студентам, и особенно к ветеранам. Потому что многое, что сегодня имеет колледж, это, конечно, их заслуга. Уважаемые коллеги, я всем желаю, во-первых, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и удачи и успехов во всех проектах и начинаниях. Спасибо. Вам огромное спасибо, Вера Михайловна. Жоғарғы білікті мамандар дайындау мақсатында 2017 жылы Алматы қаласы бойынша тұңғыш аккредиттеуден Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі өткені бәрімізге мәлім. Олай болса, аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің кеңесшісі Ольга Алексеевнаға келесі құттықтау сөзін берілсе. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Медет Осетович. Сегодня в колледже такой прекрасный праздник, 80 лет. Независимое агентство аккредитации и рейтинга искренне поздравляет вас лично и весь коллектив с этим замечательным юбилеем. За эти годы колледж подготовил такую целую армию талантливых специалистов, которые сейчас работают на разных, вернее, в разных отраслях нашей национальной экономики. Коллектив вашего колледжа именно сформировался за эти годы и является большим примером для других колледжей. Мне сегодня очень приятно поздравлять колледж с таким прекрасным юбилеем. Алматинский государственный политехнический колледж с 28 по 30 марта 2017 года прошел успешно институциональную и специализированную аккредитацию по 3 ведущим специальностям: вычислительная техника и программное обеспечение, радиоэлектроника и связь, информационные системы. На самый максимальный срок на 5 лет. И это большой успех всего вашего коллектива. Эти специальности сегодня широко востребованы в нашем обществе. Эти специальности, они связаны с цифровизацией Казахстана. И вы являетесь кузницей таких необходимых кадров для нашей экономики, для нашей страны. Нам еще очень приятно, что заместитель директора по учебной работе Беситбаев Асылхан Касылханович является членом экспертного совета НАР и экспертом НАР. А с 2017 года заместитель директора по учебно-методическому объединению Маликова Маржан Сабыровна является также именно экспертом НАРа. То есть, пройдя аккредитацию, мы очень тесно сотрудничаем с колледжем. И самое уникальное, после аккредитации колледж прошел успешно в 2019 году постаккредитационный мониторинг. То есть все рекомендации, которые были даны
нашим агентством, они полностью выполнены. И это подтверждает высокий знак качества подготовки ваших специалистов. Это большой успех всего вашего коллектива. И вы подошли сегодня к юбилею с такими хорошими показателями. Я желаю от имени независимого агентства аккредитации и рейтинга, от себя лично, больших-больших творческих успехов. И как сегодня все говорят, в это не очень легкое время берегите себя. Пусть коллектив будет здоровый внутренне, физически. Пусть еще много успехов будет на вашем пути. И мы всегда будем рядом. Мы всегда будем гордиться совместно с вами, с вашими успехами. Здоровья, процветания, творческих, больших удач. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Қарты бар ауыл жазып қойған хаттай демекші, өмірін техникалық және кәсіптік білім беру саласына арнаған, қазіргі таңда кітапхана меңгерушісі, жас ұстаздарға жол көрсетіп келе жатқан ардагер ұстазымыз Сұлтанғалиева Алима Нұрғалиевнаға құттықтау сөзі беріледі. Армысыздар бүгінгі тойымыздың қадірлі қонақтары, қымбатты әріптестерім. 21 ғасырдың қойнауында халқымыздың, ұлтымыздың тарихына үлкен бетбұрыс болып, мінекей оқу ордамыздың 80 жылдық мерейлі тойын онлайн форматта тойлап отырмыз. Ерекше. Барлығыңызды бүгін бұл 80 жылдық тойымыз қалай адамдардың ерен еңбектерінің нәтижесінде бүгінгі күнге қол жетіп отыр. Мен айтқым келеді, бүгінгі тойға қонақ болып келіп отырған Серік ағамыз бастаған командаларды ерекше құттықтағым келеді. Бұл бүгінгі тойда олардың да тойы деп айтқым келеді. Төкеңді, Сейтбекті, Тоқтымұратұлын директорлар, Анжерді Нұрдаулет, Жақыпбекұлы отыр. Бірге еңбек еткен ерекше құттықтаймын, сіздердің тойларыңыз құтты болсын. Енді бүгінгі күнде мінекей біздер де үлкендер қатарына келіп қалыппыз. Мына заманның, уақыттың талабына сай, осындай уақытқа, кезеңге сай келген бүгінгі Медет Әсетұлының осы уақыттың адамы, біздің қазіргі басшымыз, бүгінгі оқу ордамыздың жетіп атқан жетістіктерінің бәрін мен мақтанышпен, қуанышпенен куә болып отырмын. Бірге жүрміз жастардың, өйткені біздің өңіміз түгіл түсімізде көрмеген жағдайдағы техниканы меңгеру саласы меңгеріп, мына жастардан үйреніп жатырмыз. Көптеген мұғалімдер бір кездері осының бәрін үйрену үшін қаншама курстарға барып, қаншама сабақтарға барып, оқып атқан дүниелерімізді қазір бір күнде меңгеріп, өздеріңізбен осындай жағдайда жүздесіп отырмыз, қуаныштымын. Енді барлық осы бүгінгі тойға қатысып отырған, менің тәуелсіздіктің қиын қыстау кезінде бірге жұмыс жасаған ана Серік ағамыз, осы колледждің жабылып қалу жағдайы болған кездерде де соны жаппай еңбек етіп ерен сақтап бүгінгі күнге жетіп отырмыз. Талай адамның еңбегі бар енді бүгінгі күнде. Қазір сол ерен еңбекті жалғастырушы жалғастырып атқан Медет Әсетұлы жас жігіт, еңбекқор жігіт, жастардың бәрін тәрбиелеп жатыр. Біздер мінекей ақсақал болып қалдық. Барлығыңызды бүгінгі тоймен құттықтап, барлығыңыздың енді өсіп келе жатқан жастар бар, үлкендер бар. Дендеріңіз сау болсын, ғұмырлы болыңыздар. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Шығармашылық табыс болсын. Ешкімде тұғырдан тайып тұрған жоқ. Барлығыңыз еңбек ете беріңіздер. Нағыз керемет заман болды ғой деймін, мына электроника заманы. Осы халқымыздағы осындай заманда, қиын қыстау кезде біз нарықтан ойып тұрып орын алдық деп ойлаймын. Оқу ордамыз алдыңғы қатарда келіп жатырмын. Өзім де осыған үлес қосып жатырғаныма қуаныштымын. Аман болайық, жақсы жағдайда жүздесейік, заман талабына жауап беріп, аман болып жүре берейік. Келесі кездескенше, көріскенше келесі тойда. Аман болыңыздар. Рахмет сізге, Алима Нұрғалиевна. Мың жасаңыз,
сіздер барда біз бармыз. Рахмет сізге үлкен. Олай болса, келесі колледжіміздің түлегі, политех әнінің орындаушысы Тілеулесов Саматұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Білімнен әр алған, маман көп саналған, политехтен ұшқан. Өміріміз мәнді, жастарымыз сәнді, шырқап айтам мәнді. Қанекей қосылғын, тұрмашы бос қатым, шырқайыққа не достарым. Қызықты күндерде, ғажайып сәттерде, тек политехпен бірге. Арманға, алға қарай самға, политех жасыма қалма. Политех жаңа ғасыр ордасы, өмірдің тапанасы. Ән салды, өзгелер тамсанды, ұстаздарым ой салды. Аялайтын бәрін ұстазым қорғаным, алғысымды арнадым. Елімнің даласында, армаман саласында, политех жетер дара шынға. Қызықты күндерде, ғажайып сәттерде, тек политехпен бірге. Арманға, алға қарай самға, политех жасыма қалма. Политех жаңа ғасыр ордасы, өмірдің тапанасы. Үлкен рахмет Самат, өнерің өрге жүзсін. Құрметті қонақтар, құрметті достар, колледж тарихында Жақпаев Нұрдәулет Жақбекұлы колледжімізді басқарғаны бәрімізге белгілі. Сондықтан келесі құттықтау сөзін туризм және қонақ жайлылық индустриясы колледжінің директоры Нұрдәулет Жақбекұлына беріледі. Рахмет. Толқып отырым деп айтайын. Толқып отырым деп. Расында да міне өте керемет уақыт деген жырлар өте шықты. 75 жылдығын Алматы мемлекеттік политехникалық колледжін сіздермен бірге тойлатып, сол қанат қағып осындай дәрежеде отырып, сіздермен осы бәрі сіздердің арқаларыңызда бұндай үлкен бір жақсы мереке кезінде, төл мереке кезінде мен өзім ұстаздарымды, өзімнің маған жол көрсеткен ағаларымды, сол кезде бірге жұмыс істесіп, осы кәсіптік техникалық білімнің әліппесін үйреткен, соның қыр-сырын үйреткен ағаларыма көп-көп рахмет айтқым келеді. Соның ішінде Серік Иман Серікұлы, сол кездегі жаңағы осы колледжді басқарып, соның жаңа қиын қыстау кезінде алып өтіп, жаңағы кино индустриясынан жаңағы цифралдық цифровизацияға өткізіп, енді жаңа e-learningтің басталып, жаңа технологияларға бет алған кезде бізде осындай жаңағы эстафетаны алып, ағамыздың батасын алып, үлкен жаңағы сапарға жол шектік. Сондықтан да осындай үлкен ағаларымызбен жаңағы Жантілеу Нұршайұлы, Вера Михайловна, Райхан Әлтаевна отыр. Тағы да міне жаңа апайларымыз құттықтап жатыр. Біраз апайларымыз, ағайларымыз бұл өмірден өтіпті, иманды болсын. Осылай жаңағындай жақсы кездерде сондай үлкен осы кәсіптік техникалық білім саласындағы генералдармен бірге жұмыс істеген десем артық айтпаған болар едім. Сол кісілердің арқасында үлкен жетістіктерге жетіп, біздің Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі үлкен деңгейлерге көтерілді. Осы біздің жаңағы сол колледжде бітірген студенттеріміз қазірде үлкен осы киноиндустрия саласында бүкіл Қазақстанның жаңа да басқа елдерде де жұмыс істеп, өздерінің осы Алматы мемлекеттік политехникалық студенті деген атақты өте үлкен деңгейде алып жүр. Оның бәріне осы сіздер ұжым
Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің ұжымы, сол жердегі оқытушылар, сол сіздердің еңбектеріңіз жана берсін. Мынау жаңағы Вера Михайловна жақсы айтты, кузница кадров деп. Расында да Серік Иман Серікұлының бастауымен қазіргі осы Алматы қаласының кәсіптік білім беру саласындағы айтып өтейін, жаңағы осы Алматы мемлекеттік политехникалық колледжде бастап, арғаратада үлкен дәрежеде қазір бір колледждің директорлары болып отырған Төлеуғали Мұхамеджанұлы, Сейітбек Тоқтамұратович, Болатжан Дәулетович, тағы да басқа үлкен осындай мектептен өтіп, үлкен жетістіктерге жетті. Сол жаңағы менің сол колледжде жүрген кезінде де үлкен осы политехникалық колледжде үлкен жетістіктер болды. Олардың бірі мынау жаңа айтып жатырмыз WorldSkills чемпионатына Қазақстан енді, сонда да біздің студенттеріміз үлкен жетістікке өтті. Үздік педагог атанды. Колледжіміздің жаңағы оқытушылары Маликова Маржан, Әсем Аманжан, тағы да мен келген кезде осы үш оқытушы, ол да бір осы Алматы мемлекеттік политехникалық оқытушыларының деңгейінің өте бір үлкен жағдайда екенін көрсетеді. Сондықтан да осындай жақсы кезде, мерейтой кезінде сіздерге зор денсаулық, үлкен шабыт, мынау жаңағы Медет Әсетұлы, мынау сіздердің ұжымдарыңызды мерейтойларыңызбен құттықтай отырып, сіздерге зор денсаулық тілеймін. Жаңа мынау цифрлық, жаңа технологияны арғаратада жастарға үйретіп, үлкен жетістіктердің әлі де талай жеңістеріне жетеріңізге анық сенеміз. Сіздерге осындай табыстарыңыз мол болсын, ауырмай, сырқамай, бәріміз бірге мынау жаман дертті жеңіп, жақсы кездерде кездесе берейік. Көп рахмет. Сізге де рахмет, Нұрдәулет Жақыпбекұлы, жасай беріңіз. Құрметті қадірменді қонақтар, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжді техникалық және кәсіптік білім беру саласында қара шаңырақ деп атасақ болады. Себебі қызмет жолдары колледж қабырғасында бастау алып, тәжірибе жинақтап, Алматы қаласындағы бірнеше колледждерді басқарып жүрген, өздерінің ойы бар, орны бар азаматтарды білеміз. Олар Алматы мемлекеттік энергетика және электрондық технологиялар колледжінің директоры Төлеуғали Мұхамеджанұлы және Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжінің директоры Сүлейменов Сейітбек Тоқтамұратұлы. Сондай-ақ Алматы мемлекеттік электромеханикалық колледжінің директоры Бозымбаев Болатжан Дәулетұлы. Құрметті мырзалар, құрметті ел ағалары, келесі құттықтау сөздері өздеріңізде. Көп рахмет. Сонда да кішкене қобалжып отырмыз. Қазір есіме салып отырмын. Рұқсат болса, әріптестерім Сейітбек, Болатжан, сіздің алдарыңызда сөз алып қалдым. Енді жасым үлкен болғаннан кейін шығар мүмкін. Кешірім сұраймын. Есіме түсіріп отырмын жаңа. Кеше анау Медет Әсетович жазып жіберіп еді, осындай бір іс-шара болады, соған қатынасыңыз, құрметті қонағы болыңыз деген кезде кәдімгідей бір талай нәрсе есіме түсіп, біраз фотоларды қарап шықтым кеше. Мен Алматы политехникалық колледжға басында ол машина жасау техникум болатын, бағана Жантілен Ушайш айтып кетті. Министерство обороны промышленности СССР, соған бағынатынбыз. Мен бұл колледжға 1989 жылы қараша айының 16 күнінде келген екенмін. Басында мұғалім ретінде 1,5 айдан кейін бөлім меңгерушісі болдым. Кейін директордың орынбасары болып, 2007 жылға дейін, сонда 17-18 жыл жұмыс жасаппын осы колледжде. Біраз нәрсе үйрендім, біраз нәрсе көрдім. Сол себеппен ең алғашқы айтайын дегенім, менің өмірдегі, менің қызметімдегі менің ұстаздарым маған әке ретінде әке болып кеткен ең алғашқы сол техникумға барған кезде мені қарсы алып, құшағын ашып, мені қабылдап, маған мынау техникалық және
кәсіптік білім саласындағы жол көрсеткен Касенов Аскер Макишевқа үлкен рахмет айтқым келеді. Кейіннен сол жаққа басшы болып Серік аға келді. Енді Серік Серікевич, Серік аға деп әбден үйреніп кеткенбіз. Политехта істейтін адамдардың бәрі бір-біреуі де Серік ағамызды Серік Серікевич деп айтпайтын, Серік аға деп айтатынбыз. Себебі Серік аға бәрімізге кәдімгідей аға болып кеткен. Мысалы, дәл менің өзімді айтатын болсақ, менің әкемнің орнында әке болып жүрген кісі әлі күнге дейін солаймыз. Қарым қатынасымыз да өте жақсы. Әлі күнге дейін Серік ағадан өмірлік қай жақтан болса да талай нәрсе әлі күнге дейін Серік ағадан үйренемін, әлі күнге дейін аузымнан тастамаймын. Мыңда бір алғыс Жанатбек Нұршайышқа айтқым келеді. Себебі ең алғашқы 2007 жылы осы энергия колледжға директор болып келген кезде ең алғашқы сапарға осы Жанатбек Нұршайышпен бірге барғанмын. Сол кезде жақынырақ танысып, Жанатбек Нұршайышпен әлі күнге дейін Жанатбек Нұршайышты өзімнің шынында да мынау директор болғанымның ең алғашқы ұстазым осы Жанатбек Нұршайыш шығар. Себебі сол сапарға барған кезде Албанияда болдық, Австрияда болдық. Осы Жанатбек Нұршайышқа қарап, сол кісінің өмірге көзқарасы, сол кісінің жұмысқа көзқарасы, қарым-қатынасқа көзқарасы маған бір үлкен бір ерекше үлгі болды. Мыңда бір алғыс сіздерге, құрметті аяулы ағалар, құрметті аяулы ақсақалдар. Ақсақалдың қатарына өзімді кіріп кеткен сияқтымын. Көп рахмет. Енді қазіргі таңда колледжді басқарып отырған Медет Әсетұлына мыңда бір алғыс айтқым келеді. Қандай жағдай болса да ешқашан да ұмытпайды. Бізді әріптестер ретінде бізді қабылдайды, ұстаз ретінде қабылдайды, бізді аға ретінде қабылдайды. Арасында музейдан бір жастық шақта түскен фотоларымды, суреттерімді маған салып жібереді. Төлеуғали аға кезінде осында болған деп. Ол да бір үлкен бір көрсеткіш. Медет Әсетұлының адамгершілігі, көп көргендігі ол кісінің. Енді тілейтінім, кезінде біз айтатынбыз, біздің девизіміз, біздің ұранымыз солай болатын. Серік аға айтатын политех, біз бәріміз қосылып лучших всех деп айтатынбыз. Әрқашанда солай болсын. Әрқашанда политех ғана биіктен жоғарыдан ғана көрейік. Әрқашанда политех біздің кәдімгідей техникалық және кәсіптік білім саласында біздің лидеріміз болсын, біздің алдың қатарда жүретін ең мықты колледж болсын. Сол себеппен мен қазіргі таңдағы мына политехтің ұжымына тілейтінім, басшысына тілейтінім үлкен табыс. Қазіргі таңда мемлекетіміздегі ең мықты колледждің бірі болып тұрсыздар сіздер. Сол себеппен ары қарай да солай бола берсін. Жеңістен жеңіске жете беріңіздер, аман болыңыздар. Отбасыларыңызға тек қана береке бірлік тілеймін, мекемелеріңізге береке бірлік тілеймін. Тек қана биіктен ғана көрейік сіздерді. Көп рахмет. Мыңда бір алғыс. Энергия колледждан үлкен сәлем сіздерге. Рахмет. Рахмет аға үлкен сізге. Келесі сөз Сейітбек Тоқтамұратұлы өзіңізде. Құрметті әріптестер, құрметті ағалар, сәлеметсіздер ме? Құрметті Серік аға, құрметті Жантілеу аға, жерде Вера Михайловна, Райхан Әлтаевна, біздің міне Төлеуғали Мұхамеджанов дұрыс айтып кетті, бізді тәрбиелеген осы кісілер болатын. Мен осы кинотехникумға түскеніме өте қуаныштымын. Алла тағаланың алдымнан кездестірген осы адамдарға кездестіргеніне өте қуаныштымын. Егерде кинотехникумнан бергі жылдарды санасам, осы кинотехникумның жалғасы политех болды. Сол политехта жұмыс істегеніме 31 жыл болыпты. Қазір міне 7 жыл жеке шығып, Серік аға, Жантілеу ағаның арқасында басқа бір колледжде басшылық қызметімізді атқарып жатырмыз. Бұл политех жайында айтсақ, біздің жастық шағымыздың бәрі осы жерде өтті. Осы жерден үйлі болдық, балалы болдық. Соның бірден бір себебі Серік Иман Серікұлы болатын. Серік Иман Серікұлы кинотехникумға директор болып келгенде бар жоқ 41 жаста болатын аға. Жап жас. Артынан біз жүгіріп еріп, отчетты Вера Михайловнаға, Райхан Әлтаевнаға тапсырып, талай рет таяқ жеп жүретінбіз. Сол таяқтың арқасында осындай үлкен жетістікке жеттік деп ойлаймын. Сондықтан мына ұжымға қарап отырсақ,
ұжымда көптеген жастар қазір жұмыс істеп жатыр. Медет Әсетұлының арқасында міне сол басшылықта жүрген Райхан Әлтаевна міне Әлима апайымыз міне библиотекада осы күнге дейін еңбек етіп келе жатқан. Мына Төлеуғали Мұхамеджанұлы енді бізге кейіннен келіп қосылды, бірақ жұбымыз жарасып, осы политехтің туын әрқашанда жоғары ұстайық деп Серік аға айтады, міне қара ана жақта анадар бірінші отчет беріп қойды, сендер қайда жүрсіңдер деп. Сол ұрысып қойғанда жанталасып жүріп, сол жұмысымызды істеп, осы политехтің туын әрқашанда биік ұстайық деп жаңағы айтып отырған ұранға сай жұмыс істейтінбіз. Лучше всех дегенге. Енді өнер көзі халықта дейді. Мына киноның арқасында бізде тарих бар. Бірнеше жылдық тарихымызды бейне таспадан көріп отырамыз. Алғаш егемендік алған кездегі Серік ағамыздың дүрілдетіп тұрып Медеу ауданында наурыз өткізгені, ол кезде біз жап-жас, әлі 20-дамыз. Қазақтың салт киімін киіп алып, Әлима апамыз да жап-жас ол кезде апа болып отырып ана жерде спектакльдер қоятынбыз. Міне біздің сол кездегі бітірген студенттеріміз қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде телевидение саласында жұмыстар істеп жатыр. Көбінде содан кейін ғой деймін. Біз бір жерлерге барсақ, көбінде көрсететін осы біздерді, әсіресе мына Төлеуғали ағамызды көп көрсетеді телевизордан. Енді айтайын дегенім, мына кейіннен кино саласы, радиоэлектроника, связь деп ауысып жатыр. Сол мамандықты алып қалғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді кино әрқазда халықтың көзінде дейді ғой, өнер көзі халықта деп. Енді менің колледжім жолаушылар тасымалдайтын көліктерге қызмет көрсету болса, соның ішіндегі осы политехті ұмытпайық деп бір мамандықты алып кеттік, машина жасау. Мына жас маманның арқасында қазір сол қалада жоқ. Мына ЧПУ токарный, фрезерный станоктарды алғалы жатырмыз. Сондықтан мына мемлекетімізге, ел басшысына, барлығына көп-көп рахмет. Енді тойларыңыз тойға ұласа берсін. Медет Әсетұлы, мына Нұрдәулет Жақыпбекұлы да отыр, міне бір мекемені басқарып, Серік ағадан кейін келген директорымыз өзіне Серік аға айтып кеткен ұстанымдарды ұстап, туды жерге түсірмей, өзінің эстафетасын Медетке беріп, міне Медет қазір көптеген жетістіктерге жетіп жатқанына өте қуаныштымыз. Политехтің жетістігі біздің жетістік деп ойлаймыз. Өйткені біздің қара шаңырағымыз бұл біріншіден осы жерде жұмыс істеп кеткен үлкен ағаларымызды сыйлағанымыз деп ойлаймын. Сондықтан сіздердің жолды бізге берсін. Ең қаладағы жас колледж енді 73 жылдан кейін мен де 80-ге толамын деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, бақыт отбасыларыңызда, әрқашанда ауырмаңыздар. Мынау пандемия болғаннан кейін өстіп бір-бірімізбен алыстан отырып, бір-бірімізді құттықтап жатырмыз. Әйтпесе политехта дүрілдетіп тұрып бір той жасайтындай заман еді. Сондықтан бұл індет тезірек кетсін, тезірек бір-бірімізді қауышайық, бір-бірімізбен құшақтасайық. Мынандай амандасулар жоғалсын. Сондықтан барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Рахмет сіздерге. Той қылып берсін. Фейтбек, политех. Лучше всех. Құрметті Төлеуғали Мұхамеджанұлы, құрметті Сетбек Тоқтамұратұлы, сіздердің қолдауларыңызды, жан ашыр екендеріңізді біз әрқашан сезім жүреміз. Сіздерге мың алғыс. Олай болса, колледжіміздің жан ашыр досы, әрдайым студенттермен онлайн болсын, офлайн режимдерінде де студенттерімізбен кездесулер өткізіп, тәрбие бағытында көмек беріп жүрген Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрының беделді актері, халық әртісі
Иманғалиев Әсет ортамызда қосылып отыр. Ендеше келесі құттықтау сөзін Иманғалиев Әсет мырзаға берсек. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Қымбатты қадірменді политехникалық колледждің ұжымы, басшылары, ұстаздар қауымы. Мен сіздерді шын жүрегімнен құттықтаймын. Бүгінгі үлкен айтулы мереке, 80 жылдық мерейтойларыңызбен құттықтаймын. Еңбектеріңіз жана берсін, еліміздің өсуіне, өркендеуіне, халқымыздың болашағына үлкен жұмыс жасап жатқан, үлкен білім беріп жатқан оқу орны, әрқашанда мен сіздермен біргеміз. Жалпы біздің театр өздеріңізбен бірге. Бүгінгі мерейтойларыңызды шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұрынғыдай қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман болсын деп тілек айтқым келеді. Алдарыңыздан шәкірттеріңіз лайымда сіздердің еңбектеріңізді жандырып, сіздер берген білім арқылы еліміздің, халқымыздың, жеріміздің болашағына адал да тынбай қызмет ете берулеріне мен шын жүректен тілектеспін. Біздің театр жалпы мен өз басым өздеріңізбен, сіздердің оқу орындарыңызбен тығыз байланыстамыз, және де алдағы уақытта да Алла амандығын берсе, Құдай берсе бізде әлі шығармашылық жағынан байланыстар болып тұрады. Құтты болсын, құттықтаймын сіздерді. Жылы лебіздеріңізге рахмет Иманғалиев Әсет мырза. Олай болса, бүгінгі кереметті 80 жылдық мерейтойымыздың соңғы сөзін колледжіміздің басшысы, директорымыз Медет Әсетұлына береміз. Құрметті қонақтар, достар, сіздерге мында бір алғыс, осындай алтын уақыттарын бөліп, бізбен осындай қуанышта кездесіп отырғаныңызға көп рахмет. Сіздерге денсаулық, амандық тілейміз. 80 жылдықтың, 90 жылдығының, 100 жылдығында кездесейік, аман есен болайық. Сіздерге көп рахмет. Батамен жер көгереді дегендей, осы аталарымыз Жантлен Нұршаұлы, Серік Иман Серикович бізге бата берсе жақсы болатын еді. Көп рахмет. Сіздерге көп рахмет. Мында бір рахмет. Амин, давай. Амин. Батам батпасын, батам жерге жатпасын. Медетжан, оң жаңа қарасаң, алтыннан терек орнасын. Сол жаңа қарасаң, күмістен терек орнасын. Бақ дәулет қонып колледждің басына. Ұстаздар қауымы әр уақытта биіктен көріне берсін. Дендеріңе саулық, бастарыңа байлық, індеттен барлығымыз аман есен құтылып, қауышатын заманға жетейік. Әумин. Аллаху акбар. Ай бәрекелді айналайын самай. Бір ауыз Медет айналайын. Көргенді бола көргенін істейді дейді. Бүгінгі сіздің істеп отқан ісіңіз мына болашақ жастарға үлкен үлгі. Біздерді үлкен ақсақалдар деп, осы білім саласының көз көрген үлкен жаңағы ұстаздары деп шақырып, мына елдің, халықтың алдында біздің бар екенімізді көрсеткенін айналайын мыңнан бір рахмет. Екіншіден, осындағы отырған жаңа халықтың барлығын айтқан тілектері қабыл болсын. Бұның барлығы шын жүректен айтылған нәрсе. Біз барлығымызды айтып жатсақ, 1 сағат, 2 сағат айтуға болады. Бұл колледждің істеген тіршіліктері бойынша. Мынау бүгінгі 30-40 минуттың ішіндегі осыншама жаңа халықты қамтып, әрқайсымызға жылы сөз айтып, жылы лебіз айтып, біздің дернеше саны мінеке тілегімізді естіп, халыққа жеткізген үшін айналайын бір рахмет. Бақ қонсын, қыдыр дарысын, Алла Тағала сол ұжымдағы болған ынтымақ берекені айырмасын. Шаңырақтарың үстінде күн болсын, іші тола бақыт болсын, алдыға қойған мақсаттарға жетіп, еліміз бен халқымыздың үлкен батасына ие болып жүре беріңіз айналайын. Аумин. Амин. Политех. Рахмет. Әр уақытта биіктен политех көріне берсін. Сау болыңыздар. Көп рахмет.